Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дінаралық қақтығыстар. Сабақтың мақсаты мәтін негізінде мақсатқа сәйкес ауызша және жазбаша мәтіндер үшін күрделі жоспар құру. Ең әуелі балалар, өткен тақырыбымызды қайталап алайық. Біз сіздермен өткен жолы аралас құрмалас сөйлемдерді өттік. Яғни аралас құрмалас сөйлемдердің құрмалас сөйлемнің бір түрі екенін, олардың кемі 3 жай сөйлемнен құралатынын біз білеміз. Олар өзара синтаксистік байланыстың ерекше түрі, яғни аралас байланыс арқылы құрмаласатынын да өттік. Мысалы, жалма-жан от жағылып еді, үй еңсесі көтеріліп, туырлықтың оюлары көзге шалынды. Бұл тиянақты, тиянақсыз, тиянақты тұлғалы аралас құрмалас сөйлем. Яғни әр жай сөйлемнің баяндаушы алғашқысы жағылып еді, тиянақты формада, үй еңсесі көтеріліп, тиянақсыз формада, көсемше тұлғалы, туырлықтың оюлары көзге шалынды, яғни шалынды, соңғы жай сөйлемнің баяндаушы тиянақты тұлғалы аралас құрмалас сөйлем формасында жасалды. Аралас құрмалас сөйлем енді бірде тиянақсыз, тиянақты тұлғалы болып келіп, әр сыңарының өзіндік басыңқы сыңары болады. Ал енді балалар, жоғарыда келтірілген бірінші мысалды осы формаға ауыстырып көрейікші. Қалай болады екен? Мысал үшін жалма-жан от жағылып, үтір, үй еңсесі көтеріліп еді, туырлықтың оюлары көзге шалынды. Бұл да аралас құрмалас сөйлемнің формасы. Мұнда алғашқы тиянақсыз тұлғалы сыңар өзінен кейінгі сыңардың бағыныңқысы сипатында жұмсалады, ал екінші сыңар тиянақты тұлға бола тұра келесі сыңардың бағыныңқы бөлігі болып табылады. Міне балалар, осындай ережелерімізді сабақтас құрмалас сөйлемдер, салалас құрмалас сөйлемдер және аралас құрмалас сөйлемдердің жасалу формасын естен шығармайық. Енді балалар, лексикалық тақырыбымызға өтейік. Сіздерге ол үшін оқулықтағы 172-ші бет қажет болады. Екінші мәтінді ашамыз. Кестені толтырамыз. Мәтінді оқисыңдар. Мәтінді оқуға 5 минут беріледі. Содан кейін оқылған мәтін негізінде талдау жасайсыздар. Яғни, бірінші кестеге мәтіннің тақырыбы. Бұдан кейін осы мәтінге тірек болған 5 негізгі сөз. Сол 5 негізгі сөзге құрылған 5 сөйлем жасайсыздар. Яғни, бұл мәтінді талдау үшін ұйымдастырылған тапсырма. Екінші тапсырма мақсатқа сәйкес. Оқу мақсатымыз бүгін біз жазбаша мәтін үшін күрделі жоспар құру. Ауызша және жазбаша болған, енді біз ауызша оны талдай алмаймыз. Сол себептен жазбаша мәтін үлгісін алып отырмыз. Сол екінші мәтін негізінде оқылған мәтінді талдап алғаннан кейін оған күрделі жоспар құрасыздар. Жоспардың біз 3 бөлімнен тұратынын білеміз. Яғни кіріспе бөлімі, негізгі бөлімінде 3 тармақшаға дейін кетуі мүмкін, және соңғысы қорытынды бөлім. Бұл сіздердің сабақта орындайтын тапсырмаларыңыз, ал үй жұмысына мен шығармашылық жұмыс бердім. Яғни жазылымға бағытталған тапсырма. Діншілдік ұлтшылдықтан да қауіпті ме тақырыбында поп сәтісін қолданып аргументативті эссе жазамыз. Бұл эссені эссе дәптеріне жазамыз балалар. Бізге бұл керек болады. Сөз көлемі 170 сөз. Эссені жұма күнге дейін өткізсеңіздер болады. Мына тапсырмаларды, алдыңғы 2 тапсырманы орындап, маған жіберулеріңізді сұраймын. Осымен балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.